Барлықтарыңызға сәлем. 3-ші сынып 96-шы тақырып текше куб дизайн тақырыбындағы есептерді шығарып түсіндіретін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Фигураларды ата. Әр түрінен қанша фигура бар? Текше деген бұл барлық жақтар шаршы болып келетін көлемді фигура. Шаршылардың қабырғалары текшенің қыры, ал олардың төбесі текшенің төбесі деп аталады. Текшенің алты жағы 12 қыры 8 төбесі болады. Текше, екіншісі бұл дөңгелек, үшіншісі бұл текше, дөңгелек емес бұл шар ғой, шар. Мынау бізде шар. Мынау текше, мынау шар, мынау да текше, мынау да шар. Так, әр түрінен қанша фигура бар? Текшеден 2 бар, шардан 2 бар. Текшенің өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі болады. Мына бізде текше. Ал текшені біз кубик жасаған кезде, біз оны ашатын болсақ, та кубикті былай қиып аламыз. Ал оны біріктірсек, мынандай фигура шығады бізде. Енді бізде текшенің ұзындығы деп мынаны айтады, міне КН. Мынау бізде ұзындығы. Ені деп мынаны айтады. Міне мынау ені. Ал биіктігі деп мынаны айтамыз, биіктігі деп. Келесі, дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк, 4 дана қызыл қорап жасады. Бір қорапқа 36 см квадрат қағаз жұмсалған болса, онда барлық қорапқа қанша қағаз қажет болды? Бұл жерде А есептеп қояйын. Көктен 6 дана және қызылдан 4 дана. Бір қорапқа қанша кетті дейді? 36 см квадрат кетті дейді. Енді бізге барлығын сұрап тұр. Шешуі 6-ға қоссамын 4-ті тең болады, барлығы 10 дана. Енді бір қорапқа 36 см квадрат қағаз жұмсалған болса, 10 данаға қаншасы жұмсалады? Екеуін көбейтеміз. 360 см квадрат қағаз жұмсалды. Жауабы барлығы 360 см квадрат қағаз жұмсалды. Келесі, әсінші есеп. Есептегі деректерді өзгерт. Қосындысы 10 саны шығатындай қораптарын санын кез келген 2 санға ауыстыр. Алынған есепті шығар. Қосындысы 10 саны болу үшін әсі. Қосындысы 10 саны болу үшін біз мысалы 5 пен 5-ті 2 мен 8-ді алуға болады. 2 көктен 2 деп шығарайық. Көк бізде 2 деп шығарайық. Және қызылдан қызыл бізде 8 болсын. Енді сонда шешуін шығарған кезде дәл солай шығарамыз. 2 қосамын 8 тең 10 және бір қағазға 36 кететіндіктен 36-ны 10-ға көбейтемін. 360 болады екен. Келесі, үлгі бойынша текшені жазбасын қалай әзірлеуге болатынын ойластырыңдар. 4 нұсқаларда бірін таңдаңдар, текшенің жазбасын досымен бірге жасаңдар дейді. Түсінікті. Мына жерде шаршының қабырғалар 4 см болды. Жалпы бұл жерде сіздер қағазды және қатты қағаз немесе картон, сызғыш, қарындаш қайшы жерімді пайдаланып мына текшені салуларыңыз керек. Бұл текшені салған кезде мына фигураны саласыздар, мына жазбаны. Мына шет жақтарын көріп тұрсыңыздар, мына қағаздың шеттерін, бұл жабыстыратын аймақтары. Жабыстыру керек. Мына текшенің, мысалы мына кубиктің, мына кубик болсын. Енді менікі қисық болып кетті. Мына кубиктің мына шеті мына қызыл болады. Қызыл. Мына шеті фиолетовый болады, жаңа күлгін. Сосын мына шеті сары болады да.
үсті сары болады. Жоқ, асты сары болады. Сосын ар жағы жасыл, үсті мына көк болады, көк. Сол кезде мына сіздің фигураңыз шығатын болады. Ойнайық. Ойыншының әрқайсы 2 текшеден лақтырады. Түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Досын есептеудің дұрыстығын тексерсін. Әр ойыншы 5 рет қайталайды. Яғни бізде нар деген ойынды білесіздер ғой. Сол ойында бізде кубик болады. Кубиктің 6 цифрға дейін жазылғанда, осы жерде 5 реттен қайталаса, мысалы, мынау 6 точка тұр, мына жерде 5 точка тұр, мына жерде 6 точка тұр, көбейткен кезде 30 болады. Солай ма? Енді тағы да қалай қайталауға болады? Бұл енді ойын. Мысалы, көбиктің мына жерінде 2 деген сан түссе, мына жерінде 3 деген сан түссе, так, бізде 6 болады. Енді біз оны басынан бастап жазайық та, қандай сандар түсуі мүмкін? Мысалы, 1 мен 2 түсуі мүмкін де, 2 болады. 1 мен мына жақта 1 түсіп қалуы мүмкін, 1 болады. 1 мен 3 түсіп қалуы мүмкін, 3 болады. 1 мен 4 түсуі мүмкін, 4 болады. 1 мен 5 болады, 1 мен 6 болады. Бұл да 6 болады. Енді 2 мен 1 түсіп қалуы мүмкін. 2 мен 1 түсті ғой жаңада, мына жерде 2 мен 1 түсті. Енді 2 мен 2 түсуі мүмкін, 4 болады. 2 мен 3 түсуі мүмкін, 6 болады. 2 мен 4 түсуі мүмкін, 8. 2 мен 5, 10, және 2 мен 6, 12. Келесі 3 пен 3 түсуі мүмкін, 9. 3 пен 4, 12. 3 пен 5, 15. 3 пен 6, 18. Сосын 4 пен 4, 16. 4 пен 5, 20. 4 пен 6, 24. 5 пен 5 түсуі мүмкін, 25. 5 пен 6, 30. Және 6 мен 6 түсуі мүмкін, 36. Так, әр ойыншы ойынды 5 рет қайталайды. Сонда сіздерге осылардың 5-еуінің біреуі түседі. 5-еу түседі, осылардың 5-еуі түседі. Түсінікті ғой, иә? Так, бөлінгішті белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып, оларды шеш. Так, енді мынаны біз шығаруымыз керек. 5 көбейту с тең 250. Осы жерден сыны табу үшін 250-ді 5-ке бөлеміз. Я? Сонда с бізде 50-ге тең болады. Келесі y-ті табу үшін 240-ті 6-ға бөлеміз. Y бізде 40 болады. B-ны табу үшін 360-ті 9-ға бөлеміз. B бізде 40 болады. X-ті табу үшін 6 мен 40-ты көбейтеміз. X бізде 240 болады. A-ны табу үшін 9 пен 30-ты көбейтеміз. A бізде 270 болады. Мына жердегі A-ны табу үшін 360-ты 4-ке бөлеміз. A 90 болады. Ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларында нүктелердің қосындысын тап. Так, бергі жақта 4 тұр, үстінде 2 тұр, мына жерде 1 тұр. Я? Енді бізде 3, 5, 6 қалып тұр. Солай ма? 1, 2. Енді қарама-қарсы қабырғаларында нүктелердің қосындысын тап. Так, бұл жерде 1 деген нүктеге қарама-қарсы 6 нүкте орналасқан, сонда қосындысы 7 болады. 2 деген нүктеге қарама-қарсы 5 нүкте орналасқан, сонда онда қосындысы 7 болады. 3 деген нүктеге қарама-қарсы 4 деген нүкте орналасқан, оның да қосындысы 7 болады. Ойын текшесінде жалпы кез келген қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысы 7-ге тең болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер.